Бүгін Норвегия мен Франция арасындағы матч болады. Түнгі сағат 12-де топ матч. Жолдастық. Бірақ оған Холланд уже болжам беріп тастаған. жеңілеміз деді ғой Холланд. Абыроймен жеңілеміз уайымдамаңдар деді. Ұтылады шығарып тастады ғой. Әдемі айтты ол. Скорее всего, олар бізді ғана жеңбейді емес, осы турнир жеңетін шығар. Өзі қалай матчқа дайындық қалай, болжам қалай десе, маған бәрібір біз скорее всего ұтыламыз деді ғой. Маған бәрібір біз осы жерде ойнап жатырмық, соның өзі қуаныш дейді. Қандай шынайы адам негізі. Ол Эрлинг Холланд Норвегия ешқашан әлем чемпионатын жеңбейді деп айтып дауға қалып кеткен ол. Мына сөздері қызық естіліп жатыр. Шындықты айтады екен. Франция Норвегия матчында депутат болады. Ол жеке Франция қосалқы құрамдағы ойыншыларға көбірек мүмкіндік бере ме екен? Жоқ, бұл енді шығарады ғой енді араластырып, бірақ мына әлем чемпионаты деген енді қысқа мерзімдегі турнир болғаннан кейін концентрацияны жоғалтпау керек. Ең бастысы Килиан Мбаппе шығады ғой енді, ол түсінікті. Мынау Алисаны ыңғайластырып берген екен ғой Мбаппеға. Өзі оның алдында өткенде айттық қой, кім Анри неғып кеңес беріп кішкене постараюсь етіп анау кімді Алисаны. Содан енді Алисамен қазір екеуінің жұбы кәдімгі үйлесіп тұр. Мадридтік Реал болып тұр екеуі. Бірақ ана әрі өткен жоқ. Содан Дидье көкемнің үйіндегі анасы қайтыс болып, ол кісі болмайды екен бұл матчта. Бірақ енді ол қатты бір әсер ете қоймайтын шығар енді. Десе де Норвегияда енді гол соғады деп ойлаймын негізі Францияның қақпасына. Қызық ойын болады. Қызық ойын болады, иә. Нағыз еуропалық футбол көреміз. 3-1, 2-2 деген сондай бір нәрсе болып қалады. Ай тобындағы ұжым ғой, бірінші орын алса, сол шамасы Швецияға қарсы ойнайды. Екінші орын алған команда Кот д'Ивуарға қарсы ойнайды. Сондықтан Францияға в принципе бәрібір. Олар ары қарайды ғой, қай сеткаға түсіп. Мына жаққа сетка Бразилияға түсіп қалып тұр ғой. Онда бірінші орын алған. Дерби болып кетті ғой Франция. Францияға любой матч дерби ғой. Бразилияға түсіп. Нидерланд сияқты ма тура? Нидерланд сияқты өздері кезінде. Японияға түсіп қалмай ма? Қандай болжам Норвегия Франция? 2-2. 2-2. Бәрекелді. Олжа кетсе. Мен анау сол гол көп болады деп ойлаймын. Анау Норвегияның несі керемет болады ғой әлем чемпионаты. Ләкіл. Еске кезетін кәдімгі. Бойында арыстың болып отыр. Қандай? Сен есте, мен еспе ме? Мен есейін, сен еспе. Сен есейін, сен еспе.